Бүгін мен роботтық асқазан ішек хирургиясы және асқазан ішек қатерлі ісік хирургиясы туралы сөйлесемін. Біз бұл процедураларды ұзақ уақыттан бері кем дегенде 25 жыл бойы жасап келеміз. Ал роботтық асқазан ішек хирургиясы соңғы 10 жылдықта дамыған заманауи техника болып табылады. Және біз бұл әдісті соңғы 11 жыл бойы қолданып келеміз. Минималды қолжетімділікпен жақсы нәтиже беріп, тіпті күрделі қатерлі ісік операцияларын, қатерсіз күрделі жағдайларды осы роботтық платформаларды пайдалана отырып жасай аламыз. Біз қолданатын әртүрлі роботтық платформалар бар, Da Vinci жүйесінен бастап Hugo Ridge жүйесіне дейін. Бұл бұрынғы лапароскопиялық техникадан немесе бұрынғы стандартты кілттесік хирургиясынан жақсырақ. Науқас тезірек қалпына келеді. Минималды функционалдық деформациямен жұмысқа қайта оралады. Бұл күрделі асқазан ішек қатерлі ісік операциялары бұрын қиын болған үлкен кесуді қажет ететін роботтық техникамен кішірек кілттесік арқылы жасалды. Және біздің роботтық асқазан ішек операцияларынан, соның ішінде қатерлі ісік операцияларынан өткен науқастарымыздың көпшілігі жақсы жағдайда. Біз оларды үнемі қадағалап отырамыз. Және жасаған нәтижелерімізді жарияладық, басқа кезеңге көштік. Мұнда біз мүмкіндікті зерттеп, 2025 жылы телероботтық операция жасай аламыз деп үміттенеміз. Мұнда мен сияқты хирург Apollo мен ауруханасында операция жасай, ал науқас Үндістанның басқа жерінде, мүмкін шеткі кішкентай жерде болады. Онда олар менің тәжірибемді өз орындарында ең заманауи техникамен пайдаланып, ең жақсы нәтижеге қол жеткізе алады. Бұл 2025 жылы келеді. Бұл іске асып, Үндістан бойынша науқастарға көмектеседі деп үміттенеміз.